Гринч, Гринч, кәне кеп тұр. Әже, бүгін қар жауды ма? Сіз кеше айтып жатыр едіңіз ғой. Бүгін қар жауады деп. Иә, мінекей. Шынымен қар жауыпты ғой. Мен кеттім, ойнап келейін. Бірінші таңғы ас ішіп алсай. Мен сенің жақсы көретін бәлішіңді дайындап қойдым. Шын ба? Иә, жүр кеттік. Бірінші жуынып ал. Алақай, жаңа жылға кішкене күн қалды. Енді жаңа жыл болады. Мен жаңа жылда Аяз атаның киімін киетін боламын. Бәрі таң қалатын болады. Әже, өткен жылы сіз маған Аяз атаның киімін алып беремін деп едіңіз ғой. Иә, есімде. Соны биыл алып бересіз бе? Барлығы бір түрлі киім киеді, ал мен бәріне ерекшеленгім келеді. Жарайды. Енді бүгін бе, немесе ертең бе, сол киімге баратын боламыз. Жақсы ма? Иә. Қар кәдімгідей жауып тұр ғой. Қандай суық дала. Жаңа жылда да осылайынан қар жауса екен. Қазір аққала соғып тастайын. Алақай, мен аққаланы соғып болдым. Енді осыны әжеме көрсетейін. Әже, жүріңізші, бір нәрсе көрсетем. Тағы не көрсетейін деп жатсың? Жүріңізші, тез. Мен сізге бір нәрсе көрсетем. Жарайды. Әже, мынаны қараңыз, мен мынаны өзім салдым. Вау, бұл күшті ғой. Сен қалай салдың бұны? Үлкен қылып. Бұның бойы менен үлкен ғой. Иә, мен өзім салдым. Мен ұзақ уақыт салдым. Бірақ тоқтамадым. Жарайсың. Сол үшін мен саған бір печенье берем. Шын ба? Иә, жүр кеттік. Шайымды ұмытып кетпей. Сен тоңып қалыпсың ғой. Кеттік, үйге кірейік. Әже, қар тоқтапты ғой. Иә, қар тоқтапты. Әже, айтпақшыдай, биыл сіз маған не бересіз? Биыл ма? Иә. Осы жаңа жылды биыл мен өте қатты асыға күтіп жүрмін. Биыл мен саған ерекше ұнайтын сыйлық берем. Және сен оны мүлдем күтпедің. Шынымен ба, о қандай сыйлық? Ол құпия болсын. Жарайды. Айтпақшыдай, әже, Аяз ата маған не әкеледі екен? Екеуіңіздің сыйлықтарыңыз бірдей болып қалмай ма? Мен Аяз атаның не әкелетінін білмеймін, бірақ Аяз ата саған міндетті түрде ұнайтын нәрсе әкеледі. Және ол менікінен қатты ұнайтын шығар. Жоқ, әже, ол айтпаңыз, сіздікі маған қатты ұнайды. Иә. Әже, қазірден бастап Аяз ата печенье мен сүт қойайық. Әлі ерте ғой? Жоқ, әже, қазірден бастап Аяз ата қою керек. Жарайды, қой бер. Әже, міне қарасы, міне Аяз атаға нағыз қоятын печенье. Жарайды, осын қойайық. Енді Аяз ата маған нақты сыйлық әкелетін болады. Иә. Жүр, енді түн болды. Ұйықтайық. Иә, әже, мені көтерші. Жарайды, мен сені көтеріп апарайын.
Жүр, Гринч, кеттік. Сен Аяз атаның киімін алуға дайынсың ба? Иә, әрине дайынмын, кеттік. Мен шыдамай тұрмын. Тез-тез алып кигім келеді. Барлығына ерекшеленгім келеді. Иә, сен міндетті түрде ерекшеленесің. Барлығы енді киімін киіп жүреді. Барлығы білмеймін, Аяз атаның бір көмекшісімін ба, киімін киіп жүреді. Ал мен Аяз атаның өзі боламын. Демек, барлығы маған қызмет етеді ғой. Иә, сен дұрыс айтасың. Жүр, кеттік. Әрине кеттік. Неге келдік? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен осы балама Аяз атаның киімін алайын дедім. Аяз атаның өкінішке орай біздің дүкенімізде кішкентай балаларға арналған Аяз ата киімі сатылмайды. Жалпы Аяз атаның киімін тек қана Аяз ата болатын адам ғана кие алады. Ал біз балаларға мүлдем Аяз атаның киімін сатпаймыз. Енді мен Аяз атаның киімін кие алмаймын ба? Қазір Гринч күте тұр. Жақсы, балаға сенің атың кім? Гринч. Бұның есімі Гринч. Жақсы, Гринч. Біз саған арнап Аяз атаның киімін алып қойғанбыз. Қазір мен әкелем. Шын ба? Әрине, қазір күте тұр. Әже, қарашы, ол шынымен әкеле жатыр ғой. Иә, көріп тұрмын, Гринч. Бұл саған арнап. Алақай, мен енді шынымен Аяз ата болам ғой, осы киім арқылы. Иә, қазір келсін. Мінеки киім. Гринч, сен қазір киіп көресің бе? Иә, мен аса күтудемін, тез киінші. Жарайды, киіп кетсем болады. Мына жаққа келсін бе? Иә, қазір. Әже, қарашы, енді мен шынымен Аяз ата болдым ғой. Иә, көріп тұрмын, Гринч. Қане, Аяз ата қайда екен? Мұндамын. Керемет. Енді осыны алатын болдыңыздар ма? Иә, аламыз. Гринч, сен қазір бара ғой, біз әпкемен сөйлесіп алайық, жарай ма? Жарайды. Түсінесіз бе, мен сұрап жатқан себебім, көбісінің қаражаты жетпейді. Және бұл костюм өте қымбат тұрады. Иә, түсініп тұрмын. Енді осыны түсінген болсаңыз, және біз сіздің сырқатыңызды да ескеріп, осындай шешімге келіп тұрмыз. Иә, түсінікті. Мен осы костюмды нақты аламын. Жарайды. Мінеки төлем жасай берсеңіз болады. Жақсы. Сіз төлем жасадыңыз. Енді осы костюм құтты болсын. Тағы да келіп тұрыңыздар. Иә. Әже, әкеңіз өзім костюмды өзім көтеріп жүрейін. Неге ала ғой, Гринч. Ертең бізде жаңа жыл болады. Әже, білесіз бе соны? Иә, білемін. Соған енді мен осы костюмды киіп күшті болып барам. Рахмет, әже, сізге. Саған да рахмет. Сен менің бар қуанышымсың. Иә. Кеттік үйге. Әже, білесіз ғой, бүгін бізде жаңа жыл болады. Енді менің костюмім бәрі дайын, мен аса күтудемін. Иә, Гринч, мен барлығын білем. Қазір киініп аламыз да? Сосын мен сені апарып тастаймын. Жақсылап көңіл күйіңді көтеріп кел. Және осы Аяз ата костюміне мақтан. Көп мақтанып қойма. Жарайды. Мен кішкене мақтанамын. Жарайды, мақтанса мақтана бер.
Biroq birovni kemsitma. Jaraydimi? Жақсы. Tez-tez kiyinib olingchi. Jur ketdik. Men seni aparib tastayын. O, Grinch keldin be? Ya, men keldim. Grinch Ayaz ata bo'lib kiyinib kelibdi ғой. Ya, buni mаған әжем алып berdi. Мә, күшті. Grinch, жүрсі бізбен. Жаңа костюмді көрсетіп мақтансай. Ya. Жүр, бір жаққа барайық. Сол кезде сен костюмді жақсылап көреміз. Жарайды, кеттік. Айта берсеңдер болады, неше мені осы жаққа алып келдіңдер. Енді алып келген себебіміз мынаны қара. Әкеші комнат. Мынаны қара, сен жасыл түстісің. Барлығымыздың теріміздің түстеріміз кәдімгі адамдікінде. Ал сен болсаң, жап-жасылсың. Иә, сен жап-жасылсың. Сол ғой, осыны бұрыннан айтқым келіп жүрген. Иә, мен сенімен толық қосыламын. Содан кейін сен қалада ең қымбат костюмді алып бізге мақтанбақсың. Мынаны қарашы. Сен өзің жап-жасыл болып алып, мына Ayaz атаның киімін қалай ұялмай киіп жүрсің. Бірақ бұны маған әжем алып берді, саған ешқандай қатысы жоқ. Бізге қатысы бар. Сен адам емессің. Сен жап-жасылсың. Және осы Ayaz атаның киімін сен былайша айтқанда бұзып тұрсың. Мына жаққа ортаға келсең. Бұған лайықты етіп киім жасап беру керек. Иә, сен дұрыс айтасың. Қазір біз саған жасап береміз. Бірінші мынаны шешу керек. Сау бол, Grinch. Келе жатқан жаңа жылың құтты болсын. Кеттік. Әже, менің сіз кеше алып берген Ayaz атаның костюмын балалар тартып алып қойды. Әже, мен естіп тұрсың ба? Әже, нешен сіз жауап бермейсіз?